Адам баласының бойында табиғатына екі бөлік бар. Бір бөлік ол хайуанға ұқсайды, жануар сияқты. Тамақ жейді, ішеді, үйленеді. Екінші бөлік ол Алла Тағаладан, илахи бөлік. Алланың рухы үрілген адамға. Осы екі бөлік қосылған кезде бір не болады, пайда болады, бір нәтиже болады. Сипаттар пайда болады. Алдында бөлік, бірінші бөлік ол Құранда Алла Тағала өзі айтады: «Улайка кәл ан'ам бәл хум адал». Олар сондай мал тәрізді, малдан да қатты адасып жүреді. Яғни имансыз, дінсіз адамды айтады. Және басқа да аятта айтады, олар солай дейді, тамақ ішеді, пайдаланады, мал сияқты, хайуандар сияқты. Және екінші бөлік, оның қандай сипаты бар? Оның сипаты хикмет, білім, жақсылық пен жамандықты ажырату, иман келтіру, ақыл, қысқаша айтқанда ақылға салу, ақылмен ойлану. Оны Алла Тағала берген қасиет, адам баласына ақылға салу. Құранда Алла Тағала айтады, ақыл иелері деп оларды айтады. Осы екі Алла Тағала берген қабілет қосылған кезде адамдар әртүрлі амал жасайды екен. Кейбірлер Алла Тағала берген ақылды өзін жеке пайдасы үшін, хайуан сияқты жеп ішу үшін, мына дүниеде пайдалану үшін соған жұмсайды, айла құлыққа барады. Кейбір адамдар қатты кетеді, олар ішінде перғауын сияқты. Перғауын өзін құдай жасап алды. Сол хайуандар жасамайтын нәрсені жамандық істеді. Жыртқыш ақыл болмаса сондай қолынан келмейді. Ал перғауын сияқты адамдар мысалы сол ақылды жұмсап адамдарға азаптады, адамдарды өзін құдай деп деді. Осы жерде мағынасы жаңа шайтан болып кетті. Мысалы хайуан істей алмайтын нәрсе бұл ақыл арқылы сондай жамандық істейді, соны шайтан сияқты болып кетеді. Енді ол солай кейбір адамдар сондай болып кетеді. Ал екінші сипат ол періштеге ұқсап кетеді. Мыналар біріншілер шайтанға ұқсайды, екіншілер періштелерге сияқты ұқсайды. Періштелер сияқты оларды Алла Тағала Құран Кәрімде айтады, Алланың құлдары, айбадур рахман. Соларды сипаттайды. Алла Тағала Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде айтады, куну раббаниин хулама фуқаха улама. Сондай құдайшыл болыңдар, адам болып, ақылды болып, фақих, түсінетіндер, түсінігі бар адам болыңдар, және білімді болыңдар. Ол адам қасиет, осындай қасиет болса, сипат болса, ол періштеге ұқсайды екен. Үшінші сипат адамдар ол пендешілікке кетеді, пендешілікке беріледі. Ол пендешіліктің сипаты Алла Құран Кәрімде айтады, даукес болады, дауласа береді. Бір жерде нашакур болады, пенденің сипаты, шүкір жасамайды. Басқа бір жерде айтады, Алла тойымсыз болады, тоймайды ешқашан, қанағатсыз болады. Осындай басқа жерде Құранда айтады, асығыс жасайды әрдайым. Осы пендешілік жасайды, өзінің несімен пендешілікпен жүреді. Енді Алла Тағала Құран Кәрімде уахадайнаху надждайн, Алла біз көрсеттік жолды, екі жол көрсеттік, жаман, жақсы жолды. Адам баласы сол біреулер жақсыны таңдайды, біреулер жамандықты таңдайды. Алла Тағала берген жаңа қасиеттерді әртүрлі қолданады. Екеуінде де адам баласына бар, осына жаман, мына жақсы, бірақ адам біреу сол Алланың берген нәрсені жаңа алдына айтылған ақылды жаман жолмен қолданады, шайтан болып кетеді. Біреулер ақылды қолданып, үлкен періштеге ұқсап, сонда үлкен ізгі құл болып кетеді, Алланың құлы болып кетеді.